Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызда 13-ші регион бағдарламасы, студияда Айзбек Өткелбаев. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге жаңа жылдық демалыс күндері қаламызда орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің берген мәліметіне сүйенсек, жаңа жыл күні бір жол көлік апаты тіркелген. Салдардан апат барысында бір азамат жапа шексе, 1 қаңтар күні қала жолдарында бір көлік апаты тіркеліп, зардап шеккендер анықталмаған. Жаңа жыл мейрамының қарсаңында көлік құралын мас халде басқарған жүргізуші көлік апатына себепкер болды. Салдарынан жауапкершіліктен қашпақшы болған жүгенсіз көлік иесі оқиға орнынан бой тасалаған. Алайда берілген сілтеме бойынша іздестіру жұмыстарын жүргізген полиция қызметкерлері жүргізушіні көп ұзамай қолға түсірді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Сілтеме бойынша қызмет атқарған полиция қызметкерлері көлік апатын жасап бой тасалаған жүргізуші 19 жасар қайтпас бір мөлтек ауданының тұрғыны екенін анықтаған. Сұрастыру жұмыстары барысында Mercedes-Benz көлігінің егесі кінәсін толық мойындап, кешірім жасауды сұранды. Үйдегілер айтқан еді, сонымен сол жаққа бардым. Үйдегілер айтты ма, соны автокөлік іш мас күйінде айдады? Жоқ, олар білмейтін еді. Бір бағып деп іштім, олар айтып қалды, сонымен отказ жасай алмадым, сонымен айдады. Ал полиция қызметкерлерінің айтуы бойынша жүргізуші оқиға орнынан қашып кетуден бөлек бағынбаушылық танытқан. Десе де жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері ер азаматты көлік апатының орнынан бірнеше шақырым жерде қолға түсірген. Берілген ориентировка бойынша Mercedes ДТП жасаған автокөлікті республика Даңғылы көшесінің бойында, Гагарина қиылысының бойында тоқтатып, полиция қызметкерлері неміс көлігінің егесін медициналық сараптамадан соң оны көлігімен бірге ақылы айып тұрағына жеткізді. Енді құқық бұзушы материалдық шығындарды өтеуден бөлек жүргізуші куәлігінен айырылатын болады. Мас жүргізушінің қатысуыменен тағы бір жол көлік апаты Дархан базарының маңында тіркелген. Алкогольдік ішімдікті ұрттап алған Москвич 2141 көлігінің егесі Opel Vectra автокөлігімен соқтығысқан. Мән жайды өзара келісе алмаған көлік иелері полиция қызметкерлерін шақыруларына тура келген. Көлік апаты барысында зардап шеккендер анықталған жоқ. Қос көліктерге де айтарлықтай шығындар келмеген. Алайда көлік апатына қатысушы Opel көлігінің егесі полиция қызметкерлерін шақыртуға тура келген. Неміс көлігінің егесінің айтуы бойынша, Москвичтің жүргізушісі мас халде рөлді басқарған. Оған дәлел ер азаматтың өрескел қылықтары. Да я не пил ничего. Что это? Вы сказали? Чего? Я не пил. В принципе, просто... Полиция қызметкерлері жүргізушіні медициналық сараптамадан өткізуіне тура келді. Нәтижесінде сараптаманың қорытындысы бойынша жүргізуші рөлді орташа дәрежедегі мас халде басқарғаны белгілі болды. Вот еще. 232. 232. Қорғау органдарының қызметкерлері көлікті айып тұрағына жеткізіп, жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Енді көлік егесі материалдық шығындарды өтеп, жүргізуші куәлігінен айырылатын болады. Ал келесі көлік апаты Төреқұлов пен Диваева көшелерінің қиылысында орын алған. Бұл оқиғада Қаған 20-30 жеке күзет агенттігінің көлігі Дэю Нексия темір тұлпарымен соқтығысқан. Абырой болғанда көлік апатына қатысушылардың барлығы да дін аман. Қазір таңда полиция қызметкерлері көлік апатының себептерін анықтау үстінде. Бағдарламаны жалғастырамыз. Мейрам күндері қаламыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өткізілген рейдтік іс-шара барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлері мас азаматты жауапкершілікке тартты. Оқиға 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні орын алған. Алкогольдік ішімдікке тойып алған жасы шамамен 40-тағы ер азамат Түркістан көшесінде жол бойына тұрып алып, жүргізушілерге кедергі келтірген. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері кедергі болған ер азаматты жолдың бойынан алып кетті. Братан, жолдың ортасын не алып жүрсің? Құжатыңыз бар ма сіздің құжатыңыз? Бар. Көрсетіңіз. Любой время. Хорошо, қазір көрсетіп бар ма құжатыңыз? Өзім өзім. Не болғанда қолданыңыз?
Құқық қорғау органдарының қызметкерлері ер азаматты медициналық айықтырғышқа жеткізді. Енді ол қоғамдық орында мас халде жүргені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы әбден мүмкін. Төтенше жағдай департаментінің берген мәліметі бойынша жаңа жыл мейрамында шаһарымызда ауқымды өрт оқиғалары анықталмаған. Алайда жуық арада Мақтаарал ауданында орналасқан мектептердің бірі өртке оранған. Тілсіз жау 1 шақырым метрдей орынды шарпыған. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі және әкімшілік полициясының көмегімен түсірілді. Егер де сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмек қажет болса, онда 56 16 32 нөміріне хабарласуыңызға болады. Сіздермен бірге болған мен Айзбек Өткелбаев, дін аманда жолыққанша.